Ассалаумағалейкум достар, менің тегін сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз товарный бизнес арқылы 0-ден 10 миллион теңгеге дейін табысқа шығу жолын схемасын айтатын боламыз. Сол үшін де видеоны соңына дейін көріңіздер және де осы бүкіл алынған білімді өмірлеріңізде қолданыңыздар. Бүгінгі сабақ тіпті сізде бизнес ашуға, товар алуға, ақшаңыз, опытыңыз, біліміңіз болмаса да, ол үшін сіз күніне 15 сағат жұмыс жасамасаңыз да, сіз қандай товар сататыныңызды білмесеңіз де, бүгінгі сабақ сізге өте пайдалы болады, және бүгінгі сабақтан кейін сіз кәсібіңізді ашып кете аласыз. Товарный бизнестің арқасында 2023 жылы мен 550 миллион теңге оборот жасадым. Абройвоч компаниясының Қазақстандағы номер 1 сағат брендін убыток кезінде сатып алып, қазіргі деңгейге дейін мен көтердім. Ағама осыдан 1 жыл бұрын Camry 75 автокөлігін сыйладым. 7 елде саяхаттадым. Қазір ата-анама үлкен үй салып жатырмын. Өзіме, өздеріңіз білетіндей, BMW X5 автокөлігін сатып алдым. Және де өзімнің личный брендіма, танымалдығыма 45 миллион теңгедей қаражат жұмсадым. Енді бұл затты мен не үшін айтып жатырмын? Көп ойлауы мүмкін да, сен мақтанып жатсың, сен өтірік айтып жатсың деп. Бірақ та бұл затты мен не үшін айтып жатырмын? Сіздерге мотивация болсын деп айтып жатырмын да. Егер де сіз қазір бизнес ашып, товарный бизнеспен қазірден бастап айналысатын болсаңыз, сіз осы нәтижеге қол жете аласыздар. Мен де 0-ден бастадым. Менде ештеңе болмады. Мен де студент болып жүрдім, автобуспен жүрдім. Бірақ та қазіргі деңгейге дейін жеттім да. Бар болғаны 3,5 жылдың ішінде. Мен ойымша, кез келген адам кәсіпте егер 3,5 жыл бойы фокусын қойып жасайтын болса, менің нәтижеме қол жеткізе алады. Жалпы кез келген істе өте үлкен нәтиже жету үшін сол нәтижеге қол жеткізген адамдардан жай ғана білімін, опытын сұрап алу. Мысалы, өздеріңіз білетіндей, мен Марулан Симбаев ағамыз, Оскар Хартман деген жалпы СНГ-дағы өте танымал кәсіпкер, Жұмабек ағамыз сияқты өте танымал Қазақстан Форбсындағы кісілерден мен білім алып, ол кісілердің опытын сұрап алдым да. Бұл зат не үшін керек? Себебі кез келген адамның, кәсіпкердің өмірінде бәрінде бірдей қателіктер болады, бірдей проблемалар болады да. Барлық адамдар оны бірдей жолмен шығады. Сол үшін де сіздер әрқашан кәсіпкердің қателіктеріне қараңыздар. Себебі бүкіл қателіктер бәрінде қайталанады. Және де білімге міндетті түрде инвестировать етіңіздер. Жалпы менің берген схемаммен осыдан 1,5 жыл бұрын менен Рамазан деген кісі обучение алатын болады. Сол кісі товарный бизнес арқылы 0-ден маркетолог болып жүріп, өзінің жайнама сататын бизнесін ашты. Қазір тағы да бірнеше бизнесі бар. Ай сайын 10 миллион теңге оборот жасайды. Осы жақында Camry 70 автокөлігін алды. Маған дайректке жазып жіберді, Ереке, сіздің арқаңызда, сіздің біліміңіздің арқасында мен осындай нәтижеге қол жеткіздім деп. Бұл ешқандай да фейк информация емес, шынайы информация. Енді ойлаңыздаршы, маркетолог болып жүрген, найымда жұмыс жасап жүрген, 200 теңге айлықтар жасап жүрген адам қазір өзіне Camry 75 автокөлігін наличкаға сатып алып жатыр да. Бұл өте жақсы көрсеткіш 1 жылдың ішінде. Берген схемамен тағы да үлкен нәтижеге қол жеткізген кісілердің бірі, ол Бурхан деген кісі 18 жаста қазір 40 миллион теңге оборот жасайды. Маған келген кезде ол жай ғана мәсі сатып жүрген кісі еді да. Айына 2-3 миллион теңге ғана оборот жасап жүретін. Ал қазір ойлаңыздар, 40 миллион оборот автобөлшектер сатады. Бұл кісі де бизнес саласында өте үлкен нәтижеге қол жеткізіп жатыр. Тура сол сияқты тағы да менің схемамды қолданып, жалпы менің воронкамды қолданып кәсібін өсірген кісілердің бірі ол Орынбасар мырза. Осыдан ол кісі менен тоже 1,5 жыл бұрын полностью сұрап алды, Ереке, қалай жүргізсем болады? Мен реплика AirPods сатам, қалай жүргізем? Сіз жүргіздіңіз ғой деп. Мен ол кісіге блогерская воронканы таргетті қалай жіберуін дұрыс көрсету арқылы ол кісі өзіне Camry 50 автокөлігін осыдан 1 жыл бұрын сатып алған болатын. Және де бұл енді кейстарды не үшін жасап жатырмын? Ол сіздерге тағы да айтқанатындай мотивация болсын деп. Себебі жай ғана қарапайым реплика AirPods сатып ақ, осындай машина, осындай көлік сатып алуға болады. Енді осы сабақтың соңына дейін қарасаңыздар, жалпы старт жасауға керек нақты 5 қадамды көрсететін болам. Алғашқы 1 миллион теңге қалай жасау керек, соны айтатын боламыз. Онлайн магазин ашқан кезде барлығы жіберетін қандай қателіктер бар, соны айтатын боламыз. Сол үшін де видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы мен товаркаға не үшін келдім? Универ оқып жүрген кезде маған қосымша табыс керек болды да. Қасымда группаластарым, таныстарым өздеріне көлік сатып алып жатыр, папалары оларға машина алып беріп жатыр. Менде андай сезім болды да, менде машина алғым келеді, менде көп ақша тапқым келеді, менде өзім өмірімді өзгерткім келеді. Мен немен айналыссам болады дедім. Сөйттім да мен вата сатып көрдім, оның алдында курьер болып жасадым. Яғни мен барлық жұмыстарды жасадым да. Соңында мен уже самокат сатып бастағаннан бастап менде нормальный табыс өсе бастады. Мен түсіндім да, что
Бұл өмірде негізі жаңа вата сату, жаңа курьер болу, жаңа маркетолог болу, жаңа дизайнер болу деген сияқты жұмыстарды жасасаң, сен ұзақ өсесің да, потому что сен барлық процесске өзің қатысасың. Ал егер сен кәсіппен айналысатын болсаң, сен басында операционкада жүресің, басында өзің сатып жүресің, одан кейін команда жинап, сен үлкен масштабқа шыға аласың. Және де мысалы қазір мен мүлде офисқа бармаймын, тек қана мен командам, маған ақша келіп жатыр да, и бұндай затты тек қана адам команда и кәсіппен ғана жете алады. Ал егер де сіз жай ғана услуга сатып жүрсеңіз, сіз үлкен армандарыңызды армандамай қойсаңыз болады. Жалпы мен қандай кәсіптермен айналыстым? Мен вата саттым, ол жерде қадалдым. Одан кейін ER постерлар саттым, ол жерде қадалдым. Одан кейін самокатты OLX арқылы саттым. Жақсы сатылып жатты, бірақ сезонный товар болғаннан кейін сезоны бітіп, ол бизнес та тоқтады. И соңында реплика AirPods'тар сатып бастадым. Осы реплика AirPods сатқан кезде менде кәсібім өте жақсы жүрді. Біз 2022 жылы март айында бізде 14,5 миллион теңге оборот жасаған болатынбыз. Жай ғана таргет жіберу және блогердан реклама сатып алу арқылы ғана. Жалпы неге қазір кәсіпті онлайн, яғни интернет магазин ашу арқылы жүргізу керек? Себебі Инстаграмның өзінде бізде 12 миллион адам қолданады. TikTok'та 14 миллион адам қолданады. Енді ойлаңыздаршы, Қазақстанда 20 миллион адам болса, соны 12 миллион TikTok'та отырады, Инстаграмда отырады, 14 миллионы TikTok'та отырады. Бұл өте үлкен көрсеткіш та. Сол үшін де қазірден бастап сіз бизнесіңіз болса, міндетті түрде онлайнға ауыстыруыңыз керек. Міндетті түрде сіз кәсіпті онлайн ашуыңыз керек. Себебі сіз бүкіл Қазақстанға бір ғана телефон арқылы бүкіл Қазақстанға шыға аласыз. Сол үшін кәсіпті қазірден онлайн жүргізіп бастаңыз. Неге именно товарды Инста, TikTok арқылы сатуымыз керек? Себебі стартты 0 теңгемен бастай аламыз. Яғни рилсті атқызу арқылы біз рекламаға ақша салмай-ақ бизнесімізді жүргізіп кете аламыз. Одан кейін риск аз. Мысалы сіз басқа да бизнестарға кіретін болсаңыз, тендер сияқты, ол жер риск өте үлкен. И сіз бизнесіңізде күйіп кетуіңіз өте жоғары. Одан кейін демпинг жоқ. Мысалы маркетплейстарда демпинг бар да, бір товарды алып сатасың, и сенің карточкаңа басқа адам кіріп жалады, сенің карточкаң астына түсіп кетеді. Яғни бұл жерде демпинг өте жоғары. Одан кейін клиент табу өте оңай. Потому что бәріміз таңертең кешкен телефонды отқандықтан клиент табу өте оңай. Онлайн магазинді кейін масштабқа шығарып сатып жіберуге болады. Мысалы мен Abrowatch компаниясын жай ғана товармен и Instagram аккаунтын ғана сатып алдым да. И сіздер де бизнестарыңызды өсіріп, кейін сатып жібере аласыздар жай ғана Instagram аккаунттың өзін. Кейін офлайн бизнеске өтуге болады. Мысалы сіз алдымен офлайн бизнесті жасай алмай тұрсаңыз, бірінші онлайн клиенттарыңызды көбейтесіз, одан кейін Instagramда подписчиктарыңыз, клиентская база жиналғаннан кейін офлайн бизнес ашсаңыз, ол міндетті түрде сәтті жүреді. Одан кейін сауда арифметикалық прогрессиямен өседі. Мысалы сіз бүгін реклама жіберсеңіз, сізде 10 подписчик келсе, 1000 подписчик келсе, ол сізден 1 айдан кейін, 2 айдан кейін де сатып алуы мүмкін да. Яғни сіздің бүгінгі әрекетіңіз, ол сіздің ертеңгі инвестицияңыз да. Яғни сіздің саудаңыз күн сайын өсе береді. Яғни сіз бұл бизнеспен ұзақ айналысатын болсаңыз, бұл ойында ұзақ қалсаңыз, онда сізде табысыңыз күн сайын өсе береді. Неге именно товарды Инста, TikTok арқылы сатуымыз керек? Неге басқа темаға кіруге мен сіздерге кеңес бермеймін? Себебі криптовалюта сияқты қазір тема көп та. Мен өз басым криптовалютаға кірдім да, ол жерден 9 миллион теңгеден астам ақша жоғалттым. Рискқа құлап кетті, волатильность жоғары, риск үлкен. Рискті мен управлять ете алмаймын. Екіншісі, ол маркетплейстарға кіру, мысалы Wildberries, Озон, Каспи, Amazon сияқты. Бұл маркетплейстарда сауда жақсы жүреді, сатылады, операционкасы жеңіл, бірақ та бұл жерде демпинг бар. Яғни сіз маржа қатты қоя алмайсыз да. Мысалы, iPhone сатсаңыз, сіз жай ғана бұған 10 теңге, 15 теңге үстіне қосып сата аласыз. Басқа адамдар, конкуренттер сізден арзанға кеп сатады да. Яғни бұл жерде сіз қатты масштабқа шыға алмайсыз. Және де сізде аккаунтыңыз жай ғана банға кетіп қалса, сіздің бұл бизнесіңіз өлді да. Сол үшін де мен маркетплейстарға кіргім келмейді өз басым. Оны қосымша құрал ретінде қолдануға болады. Одан кейін мысалы тендер, қазір актуальны да, көп адам тендерға кіргісі келеді. Мен тендерға кіруге неге кеңес бермеймін? Себебі ол жерде риск үлкен. Мысалы сіз бір тендер ұттыңыз, Китайдан үлкен суммаға заказ бердіңіз, сіз апарып өткіздіңіз, и сіз ол жерде риск үлкен, что сіздің товарыңызды қабылдамай қоюы. Яғни бұл жерде өте үлкен опыт керек. Егер сіз бастап жатсаңыз, тендердан бастауға мүлде кеңес бермеймін. Услуга сату жақсы ақша келеді, бірақ та минусы неде? Минусы бұл жерде сіз үлкен масштабқа шыға алмайсыз. Яғни сіз әр услуганы өзіңіз жасауыңыз керек болады. Жалпы товарны бизнесте қандай қадамдардан тұрады? Instagram магазин ашып, оны үлкен оборотқа шығару қандай қадамдардан тұрады? Ол өте оңай 5-ақ қадамнан тұрады. Ол біріншісі бәріміз білетіндей ниша таңдаймыз. Яғни сататын товар таңдап аламыз. Екіншісі, осы товар арқылы контент жасап, Instagram магазинімізді упаковать етеміз. Үшіншісі, осы Instagram магазиніміз ол біздің
кәдімгі офлайн точкадағы магазин сияқты адамдар кіреді, қарайды, ұнайды. Яғни бізде магазинді ремонттап қойдық, ішін жөндеп қойдық, сәндеп қойдық, светін жасадық, товар толтырып қойдық. Енді бізге сол магазинге кіретін клиенттер керек та. Ал клиенттардың потогын біз трафик деп атаймыз. Яғни сіз таргет жіберу арқылы, рилс түсіру арқылы, блогерден реклама алу арқылы сіз өзіңіздің осы Instagram магазиніңізге көп адамдарды кіргізесіз. Одан кейін көп адамдар сіздің магазиніңізге кірді, сізге дайректке жазады, немесе сізге хабарласады. Осы жерде біз дұрыс сатуды скрипт продажа, яғни көп адамдар жазады олардың магазиндарына, бірақ та сатып алмайды. Себебі олар клиентпен дұрыс сөйлеспейді. Осы бойынша дұрыс скрипт продаж құруымыз керек. Одан кейін команда құру. Мысалы, сіз барлық процесті 2-3 ай жүріп ретке келтірдіңіз, продажаңыз болып жатыр, 1 миллион теңге жоғары оборотқа шықтыңыз, одан кейін барып қана сіз уже команда құру арқылы бизнесіңізді системаға кетіре аласыз. Яғни осындай қадамдардан тұрады. Ол өте оңай қадам. Қазір әр қайсына тоқталып өтетін боламыз. Енді ниша таңдау. Көп адамдар қиналатын осы. Яғни қандай ниша таңдаймын, не сатсам болады, брат, не айтшы, не сатам деп. И осы бойынша менде ең мықты кеңесім ол сіз осы уақытқа дейін бір жерде жұмыс жасасаңыз, немесе бір зат сатып көрсеңіз, белгілі бір салада жұмыс жасасаңыз, сол салада көрген товарды сатып көріңіз. Себебі сіз ол товарды жақсырақ білесіз да. Мысалы, көп адамдар жаңа не сатады, қара зере сатады, бадилар сатады да. Сөйтеді өздерінің тура сондай бизнестерін ашып успешно болып жатады. Бұл неден? Себебі поставщик қалай табу керек екенін біледі, бұл қалай сатылатынын біледі. Яғни нишаны толық біледі да. Мен сіздерге айтатын затым, мысалы, сіз электроника магазинінде жұмыс жасаңыз да, iPhone сатып көрсеңіз де, осы уақытқа дейін нені сатып көрдіңіз, қай жерде жұмыс жасадыңыз, сол саладан бастағаныңыз дұрыс. Сол кезде сізде нәтижеге жету тез болады. Ал егер де сізде мүлде опыт болмаса сатуда, онда немен айналсам десеңіздер, нишаны қалай іздеймін десеңіздер, онда қазір бір керемет құрал бар. Ол қандай құрал? Ол TikTok. Яғни біз TikTok-тың библиотекасы арқылы қандай товарларға реклама жақсы кетіп жатқанын көре аламыз. Ол үшін біз TikTok Ads Library деп жазамыз Google-ға, и бізде бірінші сайт шығады. Ол Top Ads деп тұрады осы жерде. Соған кіреміз. Бізде осылай сайт ашылады. Яғни сайтта ағылшын тілінде, бірақ та өте понятно. Мысалы, мына жерде регион тұрады. Ол Қазақстан. Біз Қазақстанды таңдаймыз. Яғни Қазақстанда сатылып жатқан товарларды біз таңдауымыз керек. Екіншісі индустрия деп тұрған жерде, біз бұл жерде e-commerce деген таңдауымыз керек. Осы жерде e-commerce таңдаймыз. И бізде Қазақстандағы бүкіл реклама кетіп жатқан товарлардың рекламалары шығады. Мысалы, қарайық. Мысалы, міне аяқ киім сатылып жатыр, көрдіңіздер ма? Қандай аяқ киім? Шымкент қаласында аяқ киім сатылып жатыр. Мына жерде киім сатылып жатыр, міне. И біз бұл рекламаларға қарау арқылы біле аламыз да. Мысалы, CTR деп тұр, мына жерде көрсеңіздер, CTR 49%. Яғни бұл реклама CTR жоғары болған сайын, бұл реклама жақсы өтіп жатыр деген сөз да. Яғни барлық адамдарға ұнап жатыр. Сол үшін де осындай CTR жоғары товарларды қарап көрсек болады. Мысалы, мына жерде люстра, міне люстра дүкені деп тұр. Мына жерде киім, мына жерде міне барсетка сатады. Көрдіңіздер ма? Яғни осы жерде сіз таңертең кешке дейін отырып нишалардың тізімін жаза аласыз. Менің сізге беретін кеңесім минимум 50 нишаның тізімін жазып, и арасынан Қазақстандағы поставщиктарды іздеп, яғни Китайдан бірден үлкен закуп жасамай, Қазақстандағы поставщиктарды іздеп, немесе Китайдан закуп жасайтын болсаңыздар, тек қана бір немесе 2-ақ штук товарға заказ беріп, тестке товарларыңызды алуларыңыз керек. Яғни ниша таңдаудың ең оңай жолы TikTok арқылы. Басқалай қиындатпай қойыңыздар. Тек аласыздар, созбай, ойыңызға келді, примерно 2 күн уақыт бересіз, 2 күнде таптыңыз, бірден іс-әрекетке көшіп кетесіз. Келесі, нишаны біз TikTok арқылы таңдап алғаннан кейін, поставщиктарды Google-дан немесе Alibaba-дан тауып алғаннан кейін, біз не істейміз? Біз тек қана бір-ақ товарға закуп жасаймыз. Көп адамдардың бизнес ашқанда қателіктері, олар алады да көп товарға закуп жасап тастайды. Сөйтті товар үйінде тұрады, складында тұрады, сата алмайды. И бұл зат мүлде дұрыс емес. Бизнеста ең бірінші ол товардың болуы емес, команда емес. Бизнеста ең бірінші зат ол продажа. Яғни сізде продажа болса, командаңызда болады, мықты сапалы товарыңызда болады. Сол үшін де ең бірінші біз продажаға мән береміз. Продажа болу үшін не істейміз? Біз тек қана 1-2 товарды закуп жасап, и сонымен контент жасаймыз. Ол үшін Instagram ашамыз. Instagram магазинге упаковка жасаймыз. Толық шапка профиля толтырамыз, хайлайтстар толтырып шығамыз. И бұл жерде сіздерде упаковать еткен кезде маңызды зат
Ол егерде блогер таныс достарыңыз болса, лицосы бар адамдар болса, соларды контентке түсіріңіздер. Ал егер болмаса, онда түсірмей қойыңыз, өзіңіз түсе беріңіз. Ең бастысы контент живой болу керек. Себебі көп Instagram магазин ашқан адамдардың қателіктері, олардың контенттері живой емес. Товарды сала береді, ешқандай да адамның түрі жоқ. Ол товар адамдар сенбейді, алдап кетеді, мошенниктер деп ойлайды. Немесе бір фото түсірсе, Pinterest'тағыдай андай картинка фотолар түсіреді да. Қазақстан аудиториясына мен сіздерге айтайын, ондай слишком эстетичный фотолар өтпейді. Біздің халыққа живой, мысалы базарда тұрсаңыз, базарда түсірген видео, немесе офиста болсаңыз, офиста түсірген видео, яғни живой видеолар өтеді. Ал егерде слишком әдемі жасайтын болсаңыз, скорее всего ол өтпейді. Клиенттің сенімділігін тудыру үшін біз не істейміз? Біз инфлюенсерлерден реклама аламыз, немесе контентке қосамыз. Ол яғни блогер, танымал адамдар. Егер мүмкіндігіңіз болып жатса. Одан кейін товардың упаковкасына мән береміз. Көп адамдар товардың упаковкасына мән бермейді. Мысалы, бір обычный пакетке алып сата береді. Бірақ та сіз клиенттарға сториста көрсетуіңіз керек та, қандай товар сатып жатқаныңызды, қандай упаковкамен беретініңізді. Ол өте маңызды адамдарға. Одан кейін міндетті түрде Инстаграмымызға доставка бойынша информация саламыз. Мысалы, көп адамдар қай қаладан, доставка қанша күн, қалай заказ берсе болады білмейді да. Осыны сіз Инстаграмда актуальныйда толтырып қойыңыз керек. Қалай доставка жұмыс жасайды и қалай заказ берсе болады. Одан кейін отзыв. Бизнеста ең басты ол сенімділік. Егерде сіздің видеоңыз әдемі барлығы болып, бірақ та сенімділік болмаса сіздің аккаунтқа, онда сізден ешкім сата алмайды. Сол үшін де аккаунтымызда міндетті түрде сенімділікті көбейтеміз. Оны қалай көбейтеміз? Оны басқа адамдардың отзывтары арқылы. Енді отзывты қалай жасаймыз? Мысалы, сіз бір зат сатсаңыз, оны жақындарыңызға беру арқылы олардан отзыв аласыз. Олар өздерінің сторисіне отметка жасайды, и сіз оны өзіңізге репост жасайсыз. Сол сияқты сізге минимум 10 отзывты актуальныйға салып қойыңыз керек. Сол кезде сізде продажа өседі. И биода, актуальныйда барлық ақпарат болу керек. Сіз немен алсасыз, қанша клиентіңіз бар, қашан бастадыңыз, яғни барлығын әдемілеп жазып қоямыз. Бірде миллиондар құртып закуп істемеңіздер. Бағана айтқандай, бір-екі товар сатып алу арқылы контент жасап, одан кейін ғана сіз сатасыз. Бұл өте маңызды этап. Сіздерге сұрақ, қай аккаунттан сіз сатып алушы едіңіз? Мысалы, Инстаграмға кірдіңіз, фотолары бірде ма, екіде ма? Жаза кетсеңіздер, дұрыс жауабы екеуде емес. Яғни сіз екі аккаунттан да адамдар сатып алмайды. Неге? Себебі контент живой емес. Мысалы, бізде Абройда көрсеңіздер, мен түсем, менің командамдағы контент мейкерлар түседі. Біз машинада видео түсіреміз, сөйлеп видео түсіреміз, яғни блогерлармен видео түсіреміз. Яғни біз аудиторияның сенімділігін жинағанымызда, и біз реклама жүре береміз, и бізде продажа бола береді. Яғни сіздер жай ғана фотоларды былай эстетично жасап, оны рекламаға жіберетін болсаңыз, ол өтпейді, адамдар сізден сата алмайды. Сол үшін де контентті живой жүргіземіз. Бұл өте маңызды. Енді сізде Instagram магазинді упаковать етуге орташа есеппен 4-5 күн кетеді. 4-5 күнде сіз яғни 1-2 күн ниша таңдайсыз. 4-5 күнде сіз Instagram упаковать етуге барлық күшіңізді салуыңыз керек. Instagram упаковать етіп болғаннан кейін біз не істейміз? Біз осыған клиенттарды жібереміз. Клиенттар потогын жібереміз. Яғни бизнестағы ең маңызды этаптардың бірі ол трафик. Мысалы, сізде бір машина болса, трафик ол бензин да. Мысалы, сіз машинаңыз қанша қымбат болса да, Инстаграмыңыз қаншалықты әдемі упаковкасы болса да, егерде сізде трафик болмаса, яғни бензин болмаса, сізде Lamborghini мен сіз бензин болмаса жүре алмайсыз, айдай алмайсыз. Тура сол сияқты сіздің аккаунтыңыз күшті упаковать етілді, бірақ та сізге адамдар келмесе, аккаунтыңызға өтпесе, ол әдемі жасаудан пайдасы жоқ та. Сол үшін де біз не істейміз? Трафик жібереміз. Яғни трафик ол бензин. Енді бізде трафиктің екі түрі бар. Ол ақылы, яғни платный и тегін, бесплатный. Біз екі жолында пайдаланамыз. Платный трафиктің плюсы, яғни платный трафик арқылы сіз бірден өсіп кете аласыз. Яғни ақша салу арқылы. Бесплатный трафик арқылы сізге уақыт керек, бірақ та бұлайда өте үлкен нәтиже көрсетіп жатқан мен таныстарым өте көп. Яғни тек қана Reels арқылы мен таныстарым бар, киім магазині болып 50 миллион теңге ай сайын оборот жасайды. Ойлаңыздаршы, 1 теңге реклама құртпайды. Таргетке құртпайды, блогерді рекламамен алмайды. Reels көп түсіріп, күніне 3-4 Reels салу арқылы олар өздерінің оборотын 50 миллионға көтерген. Яғни тек қана бесплатный трафикпен көтергеде болады. Ал бізде Абройда көбінесе біз бесплатный емес, платный трафикті қолданамыз. Яғни біз таргет блогердан реклама алу арқылы біз өзіміздің продажамызды стабильно жасап тұрамыз. Енді бізде платный трафик ол блогер, таргет, пиар. Екіншісі бесплатный трафикке Reels, TikTok ол сарафанка. Енді трафикке кететін ақшамыз обороттың 20%-нан аспау керек.
көп адамдардың жіберетін қателігі, мысалы бір таргетті видеоға қосты, жіберді, клиенттер жазып жатыр, бірақ сатып алмайды, немесе клиенттер мүлде жазып жатқан жоқ. Өткен жол бір танысым айтады да, менде оборот 10 миллион теңге дейді да. Таргетке қаншаға құрттың десем, 4 миллион теңге құрттым дейді. Мен айтамын, сонда сен 10 миллион теңгенің товарын сату үшін 4 миллион теңге ақша құрттың ба деймін да. Мен айтамын да, бұл жерде сен байып жатқан жоқсың. Сенде кім байып жатыр? Сенің командаң байып жатыр. Яғни оборот жасап зарплата алып жатыр. Бұл жерде Марк Цукерберг байып жатыр. Себебі сен Инстаграмға көп ақша төлеп жатсың да, таргетке 4 миллион теңге жұмсап жатсың. Бұл жерде мемлекет байып жатыр. Сен потому что 10 миллион теңгенің налогын төлеп жатсың. Бұл жерде ұтылып тұрған тек қана сен, дедім да. Сол үшін де көп адамдардың қателігі тупо Инстаграмды реттемей, дұрыс емес таргет алады да ақшаны құя береді. Таргетке ақша құртсам мен бай боламын деп ше. И в итоге ол оборот жасайды, бірақ та таза пайдасы қалмайды ода. Тек қана командасын асырайды, налогын төлейді, жана Фейсбукқа ақша құртады, болды. Содан басқа ода рост болмайды да. Сол үшін де жазып алыңыздар. Трафикке кететін ақша общий, мысалы 10 миллион оборот жасасаңыз 2 миллион теңгеден аспау керек. Егер 2 миллион теңгеден асса, значит сіздің рекламаға жіберген видеоңыз дұрыс емес. Жалпы таргетті жіберудің ең оңай жолы ол бәріміз білетіндей профессиональный аккаунтқа ауыстырамыз. Одан кейін продвигать деген кнопка шығады астында, фотолардың астында. Осылай біздегі ең живой, ең качественный, ең сататын посттарды продвигать етеміз. Бұл ең оңай жолы. Көп адамдар ADS арқылы, Facebook арқылы жібереді, бірақ та егер сіз начинающий болсаңыз, олай жіберу арқылы сіз керісінше бюджетіңізді сливать етіп аласыз, энергияңызды құртып аласыз да. Сол үшін де мен бастапқы адамдарға бастайтын адамдарға, жай ғана Instagram продвигать деген кнопкасы арқылы өзіңіздің бизнесіңізді жүргізе беріңіз. Продвигать кнопкасын басамыз посттың астында. Одан кейін бізде больше посещение профиля, яғни көбісі сообщение қояды да продвигать арқылы. Бірақ та мен сообщение қоюға кеңес бермеймін басында, себебі адамдар бірден сатып алуға дайын болмайды сізде. Сіз не істейсіз? Сіз кішкене адамдарды прогревать етуіңіз керек. Адамдарды прогревать ету үшін сіз не істейсіз? Просто аккаунтыңызға адамдарды тастайсыз. Ол үшін де больше посещение профиля деген кнопканы басамыз. Потом өзімізге аудитория создавать етеміз. Интерес таңдаймыз, қаласын таңдаймыз. Ол өте интуитивно оңай заттар. Осылай өзіміздің аудиторияны таңдаймыз. Енді аудитория таңдаған кезде біз местоположение, егер де сіз Қазақстан бойынша товар сататын болсаңыз, міндетті түрде толық Қазақстан таңдаңыз. Көп адамдардың қателіктері Қазақстан бойынша товар сатады, бірақ та мысалы бір кішкентай қалада тұрса, мысалы Талдықорған деген, мысалы Талдықорғанда тұрады, ол тек қана Талдықорғанға реклама жібереді да. И Талдықорғанда өте аз адам болғандықтан рекламасы қымбат болып кетеді. Реклама окупать етпейді. Сол үшін егер де сіздің бизнесіңіз Қазақстан бойынша доставка жасалатын болса, онда бүкіл Қазақстан таңдауымыз керек. Сол кезде біздің рекламамыз өте арзанға шығады. Келесі интерес таңдаймыз. Интерес таңдаған кезде менің кеңесім 5 интерестен артық таңдамау. Көп адамдар интерес таңдағанда көп интерестер таңдап тастайды да, 10 шақты. В итоге таргеті қымбат болып кетеді. Тек қана 5 интерес таңдаймыз. Мысалы біз обычно 3-4 интерес таңдап рекламамызды жібереміз. Одан кейін возраст. Возраст таңдау бойынша да мен сіздерге айтайын. Көп адамдар айтады да, мысалы менде үлкен кісілер зачем маған, немесе маған жас балалар зачем деп айтады да. Бірақ та мен сіздерге айтайын, Facebook'тың алгоритмі сондай, то что сіз егер возрастты по умолчанию қалдырсаңыз, мысалы 18 пен 65 деп, и соны реклама жіберсеңіз, тоже рекламаңыз арзан болады, тоже рекламаңыз оккупация етеді. Сол үшін де интересті широкий қылып аламыз. Яғни аудиторияны широкий алған сайын біздің рекламамыз арзан болады. И мен сіздерге де сол кеңес беремін. Келесі бюджет таңдаймыз. Бюджет таңдаған кезде көп адамдардың қателігі, мысалы көп ақша тапқысы келеді да, бір постқа, бір видеоға $50 реклама жібере салады. И в итоге $50 аумен жоқ болып кетеді да. Мен қалай кеңес беремін? $50 бір постқа жібермеу. Бір постқа $5 мен $15 арасында ғана құрту. Яғни мысалы сіз егер күніне $150 таргетке құртқыңыз келсе, онда 10 постты $15 продвигать етсеңіз, ол әлде қайда көп эффект береді. Чем там 2 постты $75 жібергеннен қарағанда. Сол үшін де көп постты арзан доллармен жіберу арқылы біз тағы да рекламамызды эффективный қыла аламыз. Рекламамыз бізге тағы да арзанға шығады да. Сол үшін де бюджетті кішкентайып қоямыз. Одан кейінгі өте қарапайым картамызды тіркейміз, аудиториямыз таңдалды, контентіміз таңдалды и просто дальше жібере саласыз таргетті кнопкасын басып. Солай сіздің таргетіңіз одобрениеға кетеді да. Примерно 4-5 сағаттың ішінде одобрениеден шығып, сіздің алғашқы клиенттарыңыз келіп бастайды. Егер де осы шагтарды сіз дұрыс жасасаңыз, сізде клиенттар дайректке жазып бастайды. Мен есімде бізде осы таргет жіберіп, $5 жіберіп,
күтіп отырамыз досыммен бірге, еще дұрыс жібермегенбіз ғой. Сөйтеді да бір адам жазады бізге. Ол кезде не сатып жатқанбыз, телефонға чехол сатып жүргенбіз. И адам жазады, прямо андай көрдік та таргет реально жұмыс жасайды екен ғой, таргет арқылы реально ақша табуға болады екен ғой деп қатты қуанып кеттік та. Сол үшін де сізде алғашқы клиенттарыңызды осылай смело алғашқы продажаларыңызды жасай аласыз. Енді сізде клиенттар жазып жатыр. Мынаны ұмытып кеттім ғой. Цена за клика ол $0.08 дейін болу керек. Сізде статистика деп бассаңыз, сізде статистика шығады рекламаның. Яғни сізде бір кликтің құны $0.08 дейін болу керек. Егер де одан қымбат болса, сіздің таргетіңіз қымбат кетіп жатыр, ол рекламамызды өшіреміз. Бюджетімізді сливать етпейміз. Яғни реклама құртқан кезде қымбат болып жатыр ма, бірден өшіп тастаймыз. Тек қана тиімді рекламаларды қалдырамыз. Таргет ату үшін не жасау керек? Таргет ату үшін видео түсірсеңіз, міндетті түрде болмен бастауыңыз керек. Яғни потребностьпен бастайсыз да, қалай? Мысалы, бізде абыройда видео жүрген кезде біз айтамыз, сіз анаңызға, әкеңізге сыйлық сыйлағыңыз келеді ма деп. Бол ғой, адамдарға тиеді ғой. И бірден адам тыңдайды да, йома, сыйлық сыйлағым келіп жүрген еді деп. И одан кейін дальше біз өзіміздің товарды ұсынамыз. Тура сол сияқты гүлсататын магазиндер не істейді? Алады да, егер де сен жақсы көретін адаммен ұрысып қалсаң, онда осылай татуласа аласың деп больно тиеді да, өздерінің товарларын сата алады, гүлдерін сата алады. Келесі видео бағана айтқандай живой болу керек. Егер де жасанды видео болса, Pinterest'тен аласаңыз, Google'дан аласаңыз, онда ол видео өтпейді. Одан кейін сізде видеода мысалы бір товар сатсаңыз, былай көрсетуіңіз керек та, мысалы мынау iPhone, мынау MacBook деген сияқты қолмен көрсетсеңіз, живой болса, ол онда адамдарға қатты өтеді. Одан кейін мықты оффер керек. Мысалы, көп адамдар рекламаны просто так жібере салады. Бірақ та астына міндетті түрде скидкаңыз жазыңыз. Себебі мен байқадым да, қазақ аудиториясына скидка деген өте қатты өтеді. Сол үшін де товарларыңызға міндетті түрде скидканы жазыңыздар. Егер скидка бермесеңіздер, товарларыңыз қатты өтпейді. Мен кеңес беремін, қандай скидка беруге? 30% скидка өте жақсы өтеді. Одан кейін тегін жеткізу қызметін қосыңыздар. Себебі бір адам товар заказ бергісі келіп жатыр, мысалы Ақтауда да, и ол Алматыдан товар ұнап тұр, бірақ та доставка где-то бір 4 теңге шығады да, и ойлайды, доставкаға төлеу керек тағы да, яғни клиент ойланады, қалай доставкамен алсам болады. Ал егер сіз уайымдамаңыз, үйіңізге дейін біз тегін жеткізіп береміз деген қызметті ұсынатын болсаңыз, онда адамдар жеңіл қарайды да покупкаға, и сізден сатып алу ықтималдығы жоғарылайды. Одан кейін сыйлықтар қосып беріңіз. Мысалы, біз сағат сатсақ, сағаттың жанына міндетті түрде өзіміздің гравированный ручкамызды сыйлыққа береміз. Бұл адамдарға өте қатты өтеді. Сол сияқты өзіңіздің мысалы бір үлкен затыңызға қасына кішкентай затты сыйлыққа қосып берсеңіз, ол келесі покупкаға тағы да әсер етеді. Яғни клиент сізден осы жолы сатып алды, сыйлық сіз тегін бердіңіз, ол несіті қуанады, сізге рахметін айтады, сізді сторисына белгілейді, немесе келесі жолы сізден тағы да сатып алады да. Сол үшін де клиенттермен отношениямызды жақсы ұстап отырамыз. Одан кейін төртінші таргетті тағы ататын зат, ол танымал адамдардың лицосы. Мысалы блогер, әнші сияқты кісілерді видеоға түсіріп, фотоларын немесе таргетке жіберетін болсаңыз, рекламаға ол онда өз-өзін өте қатты ақтайды. Сол үшін де танымал адамдарды да қолдануымыз керек. Жалпы менде тағы бір кейс бар, ол Маржан деген кісі, осыдан өткен октябрь айында ол кісі сумка сатып бастайды, әйелдер сумкасын сатып бастайды. И ол кісі айтады да, мен рекламаға $5 жіберемін деп. И рекламасы қымбат болып жатты. И мен ол кісіге айттым да, күнделікті бюджетіңізді $5-дан $50 көтеріңізші, сол кезде сіздің саудаңыз өседі деп. И ол кісіде, мысалы, мына жақта жазып қойғам, оборот 473 мың, 2 күнде таза пайда 139 теңге. Бірден өсті саудаңыз. Мысалы, сізде барлығын жасадыңыз, продажа болып жатыр, сіздің задачаңыз енді масштаб ету. Қалай масштаб етеміз? Осыған дейін $50 жіберсеңіз, $100 көтереміз. $10 жіберсеңіз, $50 көтересіз. Реклама бюджетін көтерген сайын сіздің саудаңыз өседі. Егер де реклама эффективно кетіп жатса. И ол кісі, мысалы, қарасаңыздар, кликтары да барлығы өте арзан. Сол сияқты Маржан ханым сияқты, егер де сіз бір орында жүрсеңіз өсе алмай, сіздің задачаңыз жай ғана таргеттің бюджетін көтере салу. Егер де сіздің рекламаңыз ақталып жатса. Енді тағы да бізде тегін трафик көзі ол Reels және TikTok. Қазіргі кезде енді көбіңіз естіп жатсыз да, Reels түсіріңдер, TikTok түсіріңдер, TikTokпен сатамыз деп. И бұл бекер айтылып жатқан жоқ та. Мен сіздерге айтайын, қазіргі кезде ең актуальны осы. Біз не істейміз? Ататын жалпы TikToktарға идеяны қайдан аламыз? Өзіміздің нишамыздағы ең көп просмотр жинаған рилстарды жай ғана қайталай саламыз. Яғни успехқа жету оңайда. Жеткен адамнан сұрай саласың, атқан видеоны қайталай саласың. Бір айда 30 видео қайталап түсірдің, 30 рилстың как минимум 5-6-ы атса, қуана беріңіз. Сіздің бизнесіңіз бар да,
сіздің бизнесіңіз міндетті түрде үлкен масштабқа шығады и сізде продажа болады. Себебі сізде уже 5-6 рилсты атсаңыз, тура сондай рилстарды қайта түсіре беретін болсаңыз, сізде әрқашан продажа кете береді и сізде уже белгілі бір связка пайда болады. Сол үшін де 30 күн бойы күнде рилс сала беріңіздер. Даже мен сізге айтайын, күніне 3 рилстан салыңыз и 30 күнде сізде по-любому ішінде 5-6 атады. Осы 5-6-ынан сізде продажа міндетті түрде болады. Жалпы сізде енді рилсты түсіндіңіздер, иә? Өте қарапайым. Просто сіздің нишаңызда, мысалы, там пылесос сатса, поискқа пылесос деп жазамыз, тиктокқа да жазамыз и самый атқан видеоларды аламыз да, бірге бір музыкасында, кадрында, текстінде бірге бір қайталап өзімізге саламыз. И солайынша бізде 30 күн бойы күніне 3 рилстан салып отыратын болсақ, бізде міндетті түрде 5-6 рилсымыз атады. И одан бізде продажа болады. Енді сізде таргет жіберіп түсіндіңіз, жаңағы продвигатпен рилсты түсіндіңіз, басқа біреуден қайталай салуды. Енді сіздің задачаңыз келіп жатқан дайректке жазып жатқан адамдарға сату. Енді көп адам сатқан кезде үлкен қателік жасайды. Не істейді? Мысалы, бағасы қанша деп сұрайды. Бағасы 50 000 теңге. Болды, кетіп қалады. Немесе клиент мысалы ойланып көрейін десе, ладно, ойланып көріңіз дейді. Тағы бір қандай проблема? Мысалы, клиент жазды, сіз ответ бердіңіз. Одан кейін клиент сізге игнор жасап жоқ болып кетті. Осы кезде біз не жасауымыз керек? Біз қайтадан клиентке как минимум 3 рет касание жасауымыз керек. Мысалы, сізде қазір бизнесіңіз болса, егер бірден қалтаңызға ақшаны қаласаңыз, жай ғана дайректке кіресіз да, осы уақытқа дейінгі сатып алайын деп сатып алмай кеткен клиенттарға жазып шығасыз. Менің ойымша жазып шықсаңыз міндетті түрде тағы да продажа болады. Яғни менің ойымша ақша табу өте оңай. Клиенттер бір жазды ма, интерес танытты ма, значит ол адамға ол керек та товар. Просто ол сізден сатып алуға әлі миы смысл көріп тұрған жоқ. Сол үшін де біздің задачамыз дожимать етіп клиентке сату. Енді клиентке сатудың 5 этапы бар. Бұл бүкіл жерде қолданылады и өте қарапайым. Ол біріншісі, мысалы, клиент сізге жазды ма, сізде сәлемдесесіз да, ол клиент жайлы толық информацияны сұрайсыз. Яғни қай қаладан, аты жөні и жасы. Себебі біз клиенттің қаласын, атын білу арқылы біз оған, мысалы Мадияр болса, Мадияр мырза деп обращаться етсек, клиенттің тағы да сатып алу ықтималдығы жоғарылайды. Одан кейін клиенттің біз міндетті түрде сатпас бұрын, бағасын айтпас бұрын қажеттілігін анықтаймыз. Мысалы, көп адамдар бізде сағат сатып алуға жазады, бірақ та көбісі ойлайды бізде еркек адамдар сағат алады деп. Бірақ шын мәнінде Аброй компаниясынан бізде сағатты ер адамдар емес, бізде әйел адамдар алады. Неге? Себебі әйел адамдар өздерінің күйеулеріне, жігіттеріне, немесе папаларына сыйлағысы келеді. Яғни біздің целевая аудитория ол әйелдер, яғни күйеулеріне сыйлық бергісі келетін. Немесе жалпылама сыйлық беру. Мысалы, біздің упаковкамызда, товарымызда сыйлық беруге өте керемет та. Сондықтан біздің задача ол сұраймыз клиенттен. Сен өзіңе алайын деп жатсың ба сағатты, әлде сен сыйлайын деп жатырсың ба? Егер де клиент жоқ, сағатты мен өзіме алам десе, онда біз упаковка, ол затқа қатты мән бермейміз. Клиенттің біз қандай болын түсінеміз? Клиентті егер өзіне алып жатса, ол сапасына мән береді, дизайнына мән береді да. Біз клиентті именно дизайн мен сапасы жағынан цеплять етуіміз керек. Гарантия арқылы. Одан кейін, мысалы, сыйлық алғысы келсе, біз айтамыз клиентке. Мысалы, сіз өзіңіз елесетіңіз, біреуге сыйлық бергіңіз келіп жатыр. Сыйлық берген кезде не үшін бересіз? Чтобы ұялмай, өзіңізді нормально сезіну үшін де. И біз айтамыз, біздің сағатты сыйлау арқылы сіз өте керемет статусыңызды көрсетесіз. Сізден алған адам өте қатты қуанады. И одан кейін бізде тағы да конверсиямыз өседі. Одан кейін біз клиенттің болын анықтағаннан кейін біз презентация жасаймыз товарымызға. Ол қалай? Бізде өте қарапайым, мысалы, перепискамен болса, біз видео жібере саламыз. Мысалы, біздің керемет түсірген живой сағаттың видеосын жібереміз. И клиент көреді да, тағы да сенімділік артады, тағы да товардың презентациясын көреді. Одан кейін возражениемен жұмыс. Енді көп клиенттардың проблемасы осылайда, мысалы, күйеумен ақылдасып көремін дейді да. Бірақ та ол адам сомневаться етіп тұр да, оның ішінде сатып алайын деп тұр, бірақ қорқып тұр кішкене. Немесе менде ақша жоқ дейді. Ақша жоқ десе не істейміз? Біз айтамыз. Егер де сіз ақша болмаса, бізде рассрочка системасы бар. Бізде наложенный платеж бар. Егер де сіз бізге сенбей тұрсаңыз, басқа қаладан болсаңыз, онда біз Қазпочта арқылы сізге жібереміз. Товарды Қазпочта апарғаннан кейін, сіз Қазпочтаға төлеу арқылы сіз товарды при получении төлесеңіз де болады. Осы при получении дегенді басында қоссаңыз, сізде продажа тағы да өседі. Тура сол сияқты возражение ойланып көрейін дейді. Мысалы, ойланып көрейін деген возражение ол өте түсініксіз возражение. Біз сұрауымыз керек. Сізді ойландыратын не нәрсе? Көбісінде айтады, ол маған керек емес. Енді біздің задача былай да, көп адамдардың проблемасы
мысалы клиенттен отказ алған сайын несі түседі, состояниесі түседі, маған отказ берді, мені алмай кетті деп. Бірақ та біздің задача ол 100 адам жазса, 100 адамға да сату емес та. Біздің задача 100 адам жазса, 10-на сатып, рекламамыздың бюджетін ақтасақ, осы бізге керегі. Сол үшін де сізде задача ол 100 адам 100 емес, 100 адам 10-на сатсаңыз нормально. Сол үшін де егер клиент мүлдем алмаймын десе, оны қинамаймыз. Себебі келесі жолы ол қайтадан ойланып жазып көруі мүмкін. Ал егер де жаңа белгілі бір возражение болса, оплата жағынан, сенімділігі жағынан, доставка жағынан, оған керек па керек емес жағынан возражениесі болса, оны міндетті түрде жабуымыз керек. И одан кейін көп адамдар бүйтеді, мен кешке төлейінші дейді, немесе ертең төлейінші дейді. Бірақ та біз клиентті ешқашан ертеңге, кешке қалдырмаймыз оплатасын. Бірден оплатасын қабылдауымыз керек. Себебі қазіргі заманда сіз не только басқа өзіңіз конкуренттеріңізбен конкурировать етесіз, жоқ, сіз басқа да бизнес конкурировать етесіз да. Мысалы бізде сағат бизнес болса, біз мысалы машинаның автополик сататын адамдармен конкурировать етеміз. Жалпы тамақ, фастфудтармен конкурировать етеміз. Қалай? Мысалы бір адамның, клиенттің орташа айлығы 300 000 теңге деп алсақ, оның айлығы мысалы тез кетіп қалады да. Біреу алып кетеді, мынау жылып кетеді, яғни клиент тонап кетеді да жан-жақтан. Біздің задачамыз біз өзіміздің кусогымызды алу. Сол үшін де біз оплатаны кейінге қалдырмай, бірден оплатаға жабуымыз керек. Солай осы этаптардың барлығын дұрыс жасайтын болсаңыз, сізде міндетті түрде продажа болады. Енді сізде барлығы реттелді. Қазір оборотыңыз мүмкін 1 миллионнан жоғары этапқа өстіңіз. Енді сіздің задача ол өзіңіз сатып жүре бермей, сізде команда жинау. Команданы жинауды неден бастаймыз? Команда жинаған кезде, не істерге айтайын? Команда жинау ол тамақ ішкен сияқты да. Яғни сен тамақты қашан ішесің? Тамақты қарның ашқан кезде ішесің да. Тура сол сияқты команданы қашан жинаймыз? Біз өзіміздің белгілі бір жасап жүрген задачамызға үлгермей жатқан кезде командамызды ақырын постепенно жинап бастаймыз. Ең бірінші керек сізге кеңес беретін адам ол менеджер по продажам, яғни сату маманы. Мысалы сізде қазір көп клиент жазып жатыр күнде. 100 клиентпен сіз бір күн сөйлесесіз, 2 күн сөйлесесіз, бір апта сөйлесесіз, мүмкін бір ай сөйлесесіз, бірақ та бір айдан кейін сіз жалғасыз. Енді сіздің задачаңыз тура осылай сіз сияқты сата алатын бір адамды қою. Менеджер по продажам аламыз. Келесі этап менеджер по продажамнан кейін, мысалы сізде видеоңыздың сапасын жақсартқыңыз келсе, онда сізге контент-мейкер алу. Яғни инстаграмыңызды, тиктогыңызды жүргізетін бір адамды алу арқылы бірге маркетингті жүргізу. Яғни осы екі адам арқылы, яғни сізде менеджерді тағы да үлгермей жатса, қасына тағы да дополнительно тағы да 2 менеджер қоссаңыз болады. Общий 3 менеджер, бір маркетолог арқылы сіз бизнесіңізді 10 миллион теңге оборотқа дейін смело жеткізе аласыз. Мен сізге айтайын. Себебі мен өз басым кезінде 14,5 миллион теңге оборотты 2 менеджер, бір SMM-шік арқылы жеткізгенмін да, яғни командада 3 адам ғана болды. Соның арқасында біздің оборотымыз 14,5 миллионға жетті. Яғни 10 миллион в принципе оборот жасау ол қиын емес. Сіздің задачаңыз ол бір айда жай ғана 200 адамға сату. Ал 200 адам дегеніміз ол күніне 6 адам да. Сіздің задачаңыз күніне 6 продаж жасаңыз, сіз 10 миллион теңге оборотқа шығасыз. Жалпы осы 5 этапты сіздер асықпай, кезек по этаптан жасайтын болсаңыз, бизнеста сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Яғни онлайн бизнеста сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Енді онлайн бизнесқа қазірден бастап, яғни ертеңге қалдырмай, келесі жылы бастаймын, келесі айда қалдырмай, қазірден бастауға тағы да бір себеп ол күн сайын бізде онлайн продажаның саны артып бара жатыр да. Мысалы, осы уақытқа дейін бізде карантинге дейін барлық кәсіптер офлайн жүріп келді да. Карантиннен кейін қазір бүкіл бизнестер байқасаңыздар онлайнға өтіп кетті. Сіздің міндетіңіз конкуренция аз кезде онлайн нарыққа кіріп алсаңыз, сіз нәтиже аласыз. Мысалы, 2023 жылы жай ғана электронды коммерция арқылы елімізде бытовая техника 960 миллион доллар оборот жасаған. Жай ғана бір ниша ойлаңызшы. Бірақ ниша 960 миллион доллар оборот, яғни онлайн сауда арқылы. Бұл өте үлкен көрсеткіш, почти 1 миллиард доллар да. Яғни оборот онлайнда өте үлкен. Мысалы, біз жай ғана ұлттық сағатты сату арқылы ай сайынғы оборотымызды 60 миллион көтерген ойлаңыздаршы. Біз андай Rolex емеспіз, біз Patek Philippe емеспіз, біз жай ғана қазақстандық брендпіз. И біздің оборотымыз, айлық оборотымыз 60 миллионға жетті да. Бұл әлі өсетті. Мен сенемін, осы жылдың соңына дейін біз 100 миллион оборотқа жететінімізді. Бұнымен біз не аламыз? То, что онлайнда потолок жоқ мүлде. Онлайнда сіз кете бересіз өсіп. Яғни 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион, 40 миллион, 50 миллион, 60 миллион деп кете бересіз. Әрекет жасамайтын адамдардың миында қандай проблемалар бар?
көбісі айтады, менде опыт жоқ, білім жоқ, мен пока бастамаймын, пока опыт жинап алғаннан кейін ғана бастаймын дейді. Бірақ та сіз кәсіпті бастау арқылы, қателесу арқылы ғана сіз опыт жинай аласыз. Немесе келесі адамдар айтады, мен таргетке ақша салам, кезінде салдым, бизнесті аштым, и мен бизнесім жүрмей қалды, таргет өзін ақтамай қалды, ақшам күйіп кетті. Мен сізге айтайын, егер сіз бір попыткадан сізде қолыңыздан келмей сынып қалсаңыз, значит бизнес сіздікі емес. Сіз бизнесқа жоламай ақ қойыңыз. Келесі қандай адамдар айтады, мен просто үлкен ақшадан қорқамын дейді. Мен вообще түсінбеймін, үлкен ақшадан қорқатын адамдар ше. Қалай сен үлкен ақшадан қорқасың? Үлкен ақша ол үлкен проблема емес. Үлкен ақша ол үлкен мүмкіндік. Мысалы қараңызшы, сіз сұрақты, сіз Камримен жүрген ұнай ма сізге? Әлде бір Поршемен жүрген ұнай ма? Сізде там комфорт, эконом класста тұрған ұнай ма, әлде элит класста тұрған ұнай ма үйде? Мысалы, ойлаңызшы, енді менің ойымша ақша ол адамның өмір сүру деңгейін өте жоғары деңгейін көтереді. И адам өзін одан сайын жеңіл сезініп бастайды да. Сен ақша арқылы біреудің уақытын сатып ала аласың. Ақша арқылы сен көп зат жасай аласың. Сен ата-анаңды қуанта аласың, ата-анаңды шетелге жібере аласың, папаңа, мамаңа машина алып бере аласың, үй алып бере аласың. Яғни ақша арқылы сен көп дүние жасай аласың. Сол үшін де үлкен ақшадан қорқу, менің ойымша, ол өте адамдар өз-өзін алдайтын тупость та. Сол үшін де үлкен ақшадан қорқам, үлкен ақша, үлкен риск десеңіз, онда сіз таза тупой адамсыз, что ақша сізге керек емес та. Одан кейін көп адамдарда қандай проблема, айтады, менде офлайн бизнес бар, онлайнға өте алмай жатырмын дейді да. Мен айтамын сізге, онлайнға өту ол тым қиын емес. Онлайнға өту үшін просто Инстаграм қазір ашасың, қазір осы видеодан кейін, и одан әрекетін жасайсың, болды. Жаңа этаптар жасайсың, болды. Енді мысалы қараңыздаршы, мен егер де сол кезде өзімнің өмірімді өз қолыма алып әрекет жасамасам, менде қазіргендей заттар болмаушы еді да. Мысалы, мен автобуспен жүретінмін, сіздер сияқты мұқотамдар. Өзімді вообще уверенный сезінбейтінмін. Маған қыздар қарамайтын. Мысалы, мен Астанаға барған бір қызға гүлді алып барып, и шықпай қояды үйінен. Жүрегің жараланып қайтасың. Потом ата-анамнан қолдау болмады. Реально мен сіздерге айтайын. Көп адамдар бүйтеді да, ата-анам мені бай болуға қолдамай жатыр деп. Мен сіздерге айтайын. Ата-ана ол енді бұрынғы заман адамдары, олар қолдамайды. Олар айтады, сен универ оқы, дипломды ал, бір жерге жұмысқа тұр дейді да. Сіздің міндетіңіз керісінше ата-анаңыз қолдамаса да, сіздің істеп жатқан ісіңіз дұрыс екенін жасап, доказать етіп, и ата-анаңызға дәлелдеу. Содан кейін ғана сізді ата-анаңыз қолдап, сізді мойындайды да. Бұл өмірдің фактісі да. Сізде егер ақша болмаса, сізді ешкім мойындамайды. Даже ата-анаңызда, туысқандарыңызда, бауырыңызда ешкім мойындамайды. Сізде ақша жетістік болса, сізді барлығы мойындайды. Яғни бұл өмірдің фактісі. Көп адамдар айтады да, бәрі меркантильді ма, маған сонда мен ақша үшін ғана жақсы көремін деп. Я, сізді өкінішке орай ер адам болсаңыз, сізді тек ақша үшін жақсы көреді адамдар. Потом мен ешкім сыйламайтын, реально айтайын. Сенде ештеңе болмаса, ақшаң болмаса, ешкім сыйламайды. Потом мені кәсіпкерлер мойындамайтын. Әшейін пацан болып жүрдім. Ал қазір ақша болғаннан не болады? Машина бар, уверенность бар сенде. Сен любой жерге отырысқа барған кезде жақсы киініп аласың, жақсы сөйлейсің, өзіңе сенімдісің, мықты қымбат парфюм сеуіп аласың, и сені бәрі мойындайды. Одан кейін проблема жоқ қыздармен. Мысалы, жігіт болсаң, сенде егер нормальный машина болса, өзіңе уход жасасаң, әдемі сөйлей алсаң, өзіңді уверенно сезіне алсаң, кез келген қыз саған қарайды да, кез келген қыз сені ұнатады. Сол үшін де егер қыздармен проблема болса, міндетті түрде финансовый жағдайларыңызды реттеулеріңіз керек. Одан еркіндік, мен сіздерге айтайын, ақша қандай зат берді, ол маған еркіндік берді. Мысалы, мен қалаған елмен путешествовать ете аламын да. Там Африка болсын, Дубай болсын. Мысалы, мен Дубайдың өзінде 9 рет болғам да, ойлаңыздаршы. Мен Дубайда тұрғам. Мысалы, менің екінші қаламда ол, мен үйдегілерге өйтіп көп бармаймын да, Дубайға барған сияқты ше. Яғни Дубай менің екінші қалам. Сол үшін де ақша ол сізге еркіндік береді. Сіз қалаған армандарыңыздағы, мысалы, рилс көріп жатасыз, бір әдемі жер шықса, смело барып, сол жерге демалып қайта аласыз, ақшаңыз болса. Одан кейін ата-анамнан қолдау бар да. Мысалы, осы уақытқа дейін өкінішке орай ата-анам мені де қолдамады. Маған барып стройкаға шық, бар, сабағыңды оқы деді. Бірақ қазір ата-анам Алланың қалауымен мені қолдап, мені жақсы көреді да. Бұл өмір фактісі. Одан кейін мысалы, қазір мықты кәсіпкерлер менің ортам. Мысалы, менің ортамда мықты кәсіпкерлер бар, и барлығы мені мойындайды. Жас та болса, бас болған жігітсің деп ше. Мен сіздерге айтайын, ақша, жетістік, хоть үлкен кәсіпкер болсын, кішкентай кәсіпкер болсын, ата-ана болсын, барлығын мойындататын инструмент. Одан ортамда сыйлым, мысалы, өте мықты кәсіпкерлер ортасындамын. И бұның барлығы, ойлаңызшы, кезінде вата сатып бастап, потом самокат сатып, одан кейін реплика AirPods сатып, потом абыройды сатып алып, яғни осындай кішкентай әрекеттерден жетілген, жиналған нәтиже да. Егер де мен сол кезде
ладно, қадалдым иә вата бизнес ашып. Егер мен ашпаған кезде мен өкінуші едім, бүгінгі күнге жетпеуші едім. Сол үшін де кішкентай қадамдардан осындай үлкен жетістіктер құралады. Дәл қазір кім менімен осы этапты қателіксіз тура мен жүріп өткен жолыммен менің опытымды алғысы келеді, соларға мен өзіме мастер группа аштым. Тек қана осыны қалайтын адамдарға. Және де бұл мастер группаға мен тек қана отбормен алатын боламын. Яғни барлығын емес, тек қана өзім отбор жасап, сұрақ қойып, тексеріп, разбор жасап қана аламын. Барлық адам қосыла алмайды. Мастер группа қалай өтеді? Бізде 5 офлайн сабақ болады менімен бірге Алматы қаласында. Мен өзім жеке өтетін боламын. Плюс жеке кездесулер болады. 2 ай сопровождение болады трекермен. Ойлаңыз, сізде өзіңіздің трекеріңіз болады. Сізге каждый раз сопровождение жасап, сізге үй жұмысын тексеріп, сіздің проблемаңыз болса соған жазып, сіз өзіңізді дамыта аласыз. Мысалы, сіз бизнес жасап жатсыз, таргет, мысалы, Facebook аккаунтыңыз банға кетті, не істеуім керек? Дальше біз айтамыз, не жасау керек екенін. Мысалы, сізде таргетіңіз атпай жатыр. Таргетіңіз ату үшін біз қандай инструменттерді тағы да қолдану керек? Соны трекер сізге нақты айтып отырады. Мысалы, сізде контент пен идеямен проблема болса, трекерден сұрау арқылы сіз контент идея жағында смело толтыра аласыз. Мысалы, сізде командаңыз жинай алмай жатсаңыз, мен мысалы сізге команда жинау бойынша нақты пошагово көрсетіп беретін боламын да, қандай адамдарды жұмысқа алу керек, қандай адамдарды жұмысқа алмау керек. Одан кейін сізде дамушы орта болады. Тура өзіңіз сияқты менен отбордан өткен дамушы ортаңыз болады. Осы ортамен сіз кәсіпте партнер бола аласыз, болашақта керемет дос бола аласыз. Одан кейін мысалы мықты нетворкинг, менің мықты кәсіпкер достарыммен кездесулер болады. Мысалы, үлкен 150-200 миллион оборот жасайтын кәсіпкерлермен кездесу жасаймыз. Үй жұмысы соңында бізде сертификат беретін боламыз. Яғни соңына дейін өтіп шыққан адамға ғана біз вручениеда сертификат береміз. Барлығына емес. Мастер группада бізде дополнительно 300 нишаның списогын береміз сіздерге. Жаңа тіркелген адамдарға готовый ниша тұрады, солардың списогын береміз. И плюс поставщиктар тізім береміз. Мысалы, Китайдан закуп жасайтын болсаңыз, менің Китайдағы каргосы бар поставщик достарымның контактілерін беріп, солар арқылы сізде өздеріңіздің товарларыңызды қауіпсіз, өте арзан бағада алып келе аласыздар. Обучение кезінде, егер де сіз бірге бір айтқан задачаларды жасайтын болсаңыз, 2 айдың ішінде сіз 2,5 миллион теңге обороттан аса аласыз. Минимум 2,5 миллион теңге оборот жасай аласыз. И бұл оборотты сіз 20 миллион теңгеге дейін смело көтере аласыз. Яғни ол 4-5 айдың ішінде. Ең басты задача ол бірге бір жасап, ең басты мидағы жаңа убежденияларды, қорқыныштарды алып тастап, әрекет жасасаңыз, сіз жай ғана менің опытымды өзіңізге алып, сіз нәтиже көрсете аласыз. Ең бастысы бірге бір жасау. Кім менің мастер группама қосылып, осындай үлкен нәтижеге қол жеткізгісі келеді, менімен жеке жұмыс жасағысы келеді, соларға 15 орын бар. Описание бөлімінде бізде анкета тұр. Сол анкетаға кіріп, өзіңіздің аты жөніңізді, өзіңіздің данныйларыңызды толтырсаңыз, мен және менің ассистентім сіздерге хабарға шығып, іштеріңізден отбор жасап алатын болады. Орын саны тек қана 15. 15 орын толғаннан кейін бұл отборды біз жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Өте пайдалы білім болды деп ойлаймын. Сіздердің міндеттеріңіз жай ғана осы алған білімді өмірлеріңізде қолдану, өмірлеріңізді өзгерту. Мен барынша өзімнің қолымнан келген затты сіздерге жасадым. Енді сіздердің задачаларыңыз осы білімді қолдану. Ал мастер группаға анкета толтырған кісілер, сіздермен мен Zoom созвон жасап жолығамын. Кездескенше барлықтарыңызға сәттілік.